Сәлем достар, мен бүгін сіздерге японский свеча дегеніміз не, трейдингтағы барлығының японский свеча деп айтып жүргенін қалай дұрыс оқуға болады, соны айтатын боламын. Сіздер егер японский свечаны дұрыс оқи алатын болсаңыздар, жақсы түсінетін болсаңыздар, онда сіздердің техникалық анализдеріңіз дәл келеді. Мына жерде тұрған бұл жасыл свеча, мынау денесі, мынау жүріп өткен ізі. Мына жерде рынокта екі жақ болады, сатып алушылар және сатып жіберушілер. Мына жерде денесі үлкен, демек бұл жерде сатып алушылар жоғары болған, сатып алушылардың деңгейі жоғары болған. Бірақ сатып алушылар бағаны мына жерге дейін көтерген, бірақ бәрібір бағаны сатып жіберушілер жағы екінші жақ түсіріп, мына жерге дейін түсірді, бірақ дегенмен свеча мына жерге келіп жабылды. Жасыл свеча жоғарыдан ашылады, төменнен жабылады. Қызыл свеча төменнен ашылады, жоғарыдан жабылады. Свечаға қарайтын болсақ, мына жерде уже мынаған қарағанда көлемі аздау, көлемі кішірек, демек бұл жерде екінші жақ, сатып жіберуші жақ көбейді деген сөз. Мынау свеча белгісіз деген мағынаны білдіреді. Екеуі теңесіп қалды. Сатып жіберушілер де, сатып алушылар да екеуі теңесіп қалды. Келесі свеча бізде қызыл. Бұл жерде уже сатып жіберушілер көбейді рынокта. Сатып жіберушілер көбейді, сатып алушылар бағаны мына жерге дейін көтерді, бірақ бәрібір сатып жіберушілер мына жерге дейін түсіріп, баға осы жерден жабылып қалды. Келесіде қарасақ, уже мынаның денесі дәуеген сайын, демек рынокта сатып жіберушілер жағы көбейді, шортқа кіретіндер көбейді деген сөз. Шортқа кіретіндер көбейген сайын, мына жерде мынандай тені, осындай таяқшасы кішірейе түседі. Екінші свечада да уже сатып жіберушілер көп, шортқа кіретіндер көп дегенді білдіреді. Егер де дәл осы жерден лонгқа кіретіндер пайда бола бастаса, онда жайлап жасыл свеча шыға бастайды. Уже мына екінші свеча уже сатып алушылар, шортқа кірушілер азайды, лонгқа кірушілер көбейді деген сөзді білдіреді. Мынау сызығы жай ғана бұл жүріп өткен, сол жерге дейін барғаны, бірақ баға мына жерден жабылып қалды. Ал лонг позицияларда баға мына жерге дейін барды, бірақ бәрібір мына жерлерден жабылды дегенді білдіреді. Енді сіздерге оны кәдімгі графиктен көрсететін боламын. Сіздерге нақты түсінікті болу үшін мен сіздерге қазір оны графиктен көрсетемін. Анық көрсететін боламын жаңағы свечаларды. Біз бұл жерде 1 минуттықпен қарап тұрмыз. Бұл жерде әрбір свеча өзінің 1 минуттағы қозғалысын көрсетеді. Көрдіңіздер ме, мына жерде жасыл свеча ең соңғы. Жүріп өткен ізі, төбесіндегі сызығы. Байқағандарыңыздай баға сол жерге дейін барған, жоғарыға, бірақ бәрібір төменге қарай түсті. Сатып жіберушілер, шортқа кірушілер көп деген сөз. Жасыл свечаның көлемі мүлдем кішірейіп кетті мына жерде. Шортқа кіретіндер көп деген сөз. Сол себепті келесі свеча қызыл болды. Шортқа кіретіндер көбейген сайын уже свечаның сызығы, жоғарыда сызығы болмайды төбедегі. Бізде қазір баға қай жаққа баратыны белгісіз, бірақ жасыл свеча тағы да егер жоғарыға жасыл болып кете берсе, үшінші свеча пайда болса, онда баға өседі деген сөз. Егер осы жерден бірден сатып жіберушілер көбейіп кетсе, мынаның денесі бүйтіп тұрмайды. Сразу сызық болып қалады, бір сызық болып қалады. Көрдіңіздер ме? Бұл акцияның жүріп өткен ізі болып қалады әшейін. Бұл жерде уже сатып жіберушілер, қазір сатып алушылар көбейіп тұр мына жерде. Сатып алушылар көбейіп жатыр. Егер бірден төменге қарай бір сызық қойып түсіп қалатын болса, сатып алушылар азайып кетті, сатып жіберушілер көбейіп кетті, демек акцияның жай ғана жүріп өткен ізі болып қалады. Міне көрдіңіздер ме? Сатып жіберушілер көбейіп кетті, сатушыларға қарағанда жай ғана ол жүріп өткен ізі болып қалды. Қайтадан сатушылар пайда болды рынокта. Бізге маңыздысы біз осы свечаларға қарап, баға қай жерден ашылды, қай жерден жабылды, соны білуіміз керек. Енді біз қазір 3 минуттықпен қарап көреміз. Бұл жерде бізде әрбір свеча өзінің 3 минуттық қозғалысын көрсетеді. Баға қай жерге дейін барып, сызығымен қай жерге дейін барды, тенімен қай жерге дейін түсті, қызыл свечалар қай жерден ашылып, қай жерден жабылды, жасыл свеча қай жерден ашылып, қай жерден жабылды. Соның барлығына мән беріп, тренд сызықтарын сызып аламыз. Астында
поддержка сызып аламыз. Қай жерден поддержка алған, баға қай жерден бастап көтеріліп бастаған. Линия поддержканы жақсылап сызып аламыз. Так, енді жоғарыдан сопротивлениені сызып аламыз. Баға осы жерлерден бастап уже сопротивление басталған, төменге қарай басқан бағаны. Ең жоғарыдағы жасыл свечеден кейінгі ұзын қызыл свеча бізде ордер блок, одан кейін имбаланс тұр. Ордер блокқа жақсы подтверждение, ол ордер блоктан кейін имбаланс шығады бізде. Демек баға төменге кетеді деген сөз. Осы свечаларды дұрыс оқи алу арқылы біз бағаның қайда баратынын анықтап аламыз. Қайда кететінін анықтап аламыз. Где-то осы жерлерден біз стоп лоссымыз, тейк профитімізді қоямыз. Егер шортқа кіретін болсақ, баға түседі деп ойласаңыздар. Ал егер өсет деп ойласаңыздар, стоп деп қоясыздар да. Егер осы жерден лонгқа кіретін болсаңыздар, төменге стоп қоясыздар. Бірақ біз баға түсет деп ойлап отырмыз, сол себептен ол жерге тек профит қоямыз. Біз шорт позиция ашатын болғандықтан төменге тек профитті, ордер блоктың жоғарғы жағына стоп лоссты қоямыз. Осылай свечаларға қарап анализ жасап аламыз. Енді күтеміз. Позицияңызды қалай аштыңыз? Басында болды, одан кейін өзгертудің керек жоқ. Мысалы, баға түсіп бара жатыр, сіздің айтқан тейкке дейін жеткен жоқ, жоғарыға көтеріп бара жатыр. Ол кезде өзіңіздің позицияңызды жауып қойып, немесе стопты одан сайын жоғарыға көтеріп, олай істеудің қажеті жоқ. Егер олай істейтін болсаңыз, онда сізден трейдер шықпайды. Өз позицияңызды таңдап аласыз. Енді рынокты бақылаймыз. Баға осы біздің тейк профитімізға дейін келу керек. Баға егер түссе, осы тейк профитқа дейін түседі. Тейк профитті специально алысқа қойдық, өйткені біз пайдаға көптеу қоямыз да, стопқа аздау қоямыз. Егер де жабылса, осы 323-те 8-ден жабылып қалады. 323-те 2-ден аштық, 323-те 8-ден жабылса, какой-то 6 цент жоғалтқан боламыз. Ал егер 321-ден жабылса, онда бізге пайда көбірек болады. Баға қазір сопротивлениеға келіп тұр. Егер бұзып жоғары қарай кететін болса, онда көтерілуі мүмкін, но скорее всего түседі баға. Рынокты бақылап күтіп отырамыз. Басында дұрыс анализ жасап аламыз. Осылай үйренесіз. Ол үшін күнде жаттығу жасау керек, күнде рынокты бақылап отыру керек. Осылай TradingView сайтына кіріп, күнделікті өздеріңіздің анализдеріңізді жасап, 1 минуттыққа қойып көрейік, қалай болады екен. 1 минуттықта өсіп жатыр. Мына жерде ең соң қызыл свеча толық барды да төменге қарай, сосын сызық болып қалды. Ол жерде сатып алушылар пайда болды деген сөз, өткені қайтадан тоғысты, сатып жіберушілер көбейді. Бірақ жасыл свечаға айналып кетті сызығымен. Демек ол жерде сатып алушылар көбейді. Ол не үшін сызық болып тұр? Өткені ол жерде төменнен бастап сатып алушылар көбейді ғой. Жүріп өткен ізі болып қалады, егер сатып алушылар көбейген кезінде. Сол жерден басталды деген сөз. Жасыл свеча бізде төменнен басталады. Баға әртүрлі болуы мүмкін. Немесе жоғары кетіп қалып төменге түсіп кетуі мүмкін. Осы екі аралықта жүреді. Осылай барып төменге қарай түсуі мүмкін баға. Менің анализім бойынша. Немесе жоғары кетуі де мүмкін.
жоғарырақ барып сопротивлениеден қайттан түсуі де мүмкін. Примерно осындай болады. Егер де сіз шыдай алмай позицияңызды жауып қоятын болсаңыз, дәл осы жерлерде уже жасыл пайда болды, уже сопротивлениеға жақындап жатыр деп, онда сізге трейдингпен айналысудың қажеті жоқ. Холодная голова болу керек, күтіп отыру керек. Главное, дұрыс анализ жасадыңыз да болды. Мына жерде сатып алушылар мен сатып жіберушілер теңесіп қалды. Міне, уже біздің баға біздің тейк профитке келді. Егер де сіздерде таймфреймдерді дұрыс қолданып, бір айлық, бір апталық, бір күндік, бір сағаттық, 4 сағаттық таймфреймдерді дұрыс қолданып, дұрыс анализ жасайтын болсаңыздар, мен айтқандай, сіздердің де анализдеріңіз менікіндей дәл және де нақты дұрыс келетін болады. Егер де сіздерге осы видео пайдалы болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арнасының дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, подписка жасап, комментарий жаза кетіңіздер.